НАТО 30 мемлекетаралық әскери альянс, олардың 28 Европада және 2 Солтүстік Америкада орналасқан. НАТО ұжымдық қауіпсіздік жүйе, оның тәуелсіз мүшелері бір-бірін сыртқы шабуылдардан қорғауға келіседі. 2008 жылы 11 қыркүйекте Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Ахметовтың шақыртуымен НАТОның бас хатшысының орынбасары Клаудио Биссонероның Қазақстанға алғашқы сапары өтті. Қазақстан мен НАТОның арасындағы ынтымақтастыққа келер болсақ, Қазақстан Республикасы және НАТО арасындағы ынтымақтастық 1992 жылы біздің елімізге, 1997 жылы Еуроатлантикалық әріптестік кеңесіне болып қайта құрылған. Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кезінде кіруімізге басталды. Қазақстан НАТОға қатысушы мемлекеттер мен Еуразиялық әріптестік мемлекеттер халықаралық қауіпсіздіктің ең өзекті мәселелері жөнінде нәтижелі сұхбатты жүзеге асыруға мүмкіндік берді.